Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі пәні 1-ші сынып 16-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке жұп дауыстар. Отан. Бүркіт Ысқақов. Бүркіт Ысқақов 1924 жылы 4 қарашада Қарағанды облысының Нұра ауданына қарасты Көкмөлдір деген жерде дүниеге келген. Қарағанды оқытушылар институтының тіл әдебиет факультетін бітірген. Шығармалары Сенің отаның, өлеңдері, кішкене театр, мектеп сахнасына арналған пьесалар, жазушы, деген әңгімелер, өлеңдер жазған. Бүркіт Ысқақов ағамыздың бүгінгі күні отан деген өлеңімен танысамыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Отан. Отан сенің атанаң, отан досың, бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ер қалқың. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқың. Бізге түсініксіз сөздер өлке, аймақ, өңір дегенді білдіреді. Отан туралы білетініңді айт. Отан, ата-ана, туған өлке, туған жер, туған туыстар, қазақ тілі, тарих, достар. Міне бұның барлығы отан. Екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Бұл мақалды жақсы етіп дәптерлеріңе көшіріп жазасыздар. Бұл мақал мәтелдің мағынасы отансыз адам, ормансыз бұлбұлдай. Адам қай жаққа, қай елге кетсе де, өз туған жерін, ата мекенін сағынып, отанына оралғысы келеді. Бұлбұлдың үйі орман, орманда, адам да солай, оның үйі отанында. Бұл мақалды балалар жаттап аламыз. Үшінші жаттығу сөздерді салыстырып оқы, көшіріп жаз. Ал, әл, сан, сән, ыс, іс, тыс, тез, он, үн, тос, төс. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата. Олардың дыбысталуына назар аудар. Сөздердің мағынасын қалай түсінгеніңді айт. Сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстар а, ә, о, о, Ö. Бұл дыбыстар өзара жұп дауысты дыбыстар. Дыбыстардың айтылуына орай сөз жуан және жіңішке айтылып тұр. Сөздердің мағынасына келетін болсақ, ал іс қимылды білдіреді, әл күш, сан цифр, сән сұлулық, стиль, ыс түтін, іс әрекет, тыс бір нәрсенің қабы немесе іс әрекет, тіс адамның және омыртқалы жануарлардың ауыз қуысында орналасқан сүйек, дәнді дақылдардың ұнтақтау арқылы алынатын тағамдық өнім. Ол негізінен бидай, сондай-ақ жүгері, арпа, сұлы, бұршақ дәндерінен дайындалады. Үн деген дыбыс, тұс, бағыт, түс, бояулар немесе іс әрекет деген мағына береді. Дәптермен жұмыс, көркем жаз. Л әрпін көркем жазасыздар. Л әрпінің бас әрпі және кіші әрпін әдемілеп жазасыздар балалар. Екінші жаттығу кітаптағы отансыз адам, ормансыз бұлбұл деген мақалды әдемілеп, байланыстырып, әріп элементтерін сақтап, дәптерге көшіріп жазасыздар. Отан туралы білетініңді жаз. Яғни отан туралы не білеміз? Ол біздің тарихымыз, бауырымыз, қазақ тілі, ата-анамыз деген сияқты. Отан туралы білетін нәрселеріңізді осы жерге жазасыздар. Егер де тапсырманы түсініп, толық орындаған жағдайда көңіл күйлеріңізді білдіресіздер. Көңіл күй смайлигін жасыл түспен бояй қоясыздар. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңдар балалар.